Мәссаған, бұл деген түсінбе өңім бе деген не болып жатыр мына жерде деген. Мәссаған, керек болса мына жақтың бәрі деген кәдімгідей су басып жатыр ма? Мәссаған, мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Енді қараңдар достар, мына жақтың бәрі деген цунами болып жатыр. Кәдімгідей толқындар деген страшно болып отыр. Мына жақта деген мен деген мына үйдің үстінде тұрмын достар. Қараңдар, бір өзімнің енді қалай астына түсіп ары қарай өзімнің үйіме баруды білмей жатырмын достар. Ойланып тұрмын, соны қалай істесем болады екен деп бар емес па же? Әлде болмаса мына жаққа секіріп кетсем бе екен достар, суға секіріп кетсем бе екен, әлде мына тұрған мостқа қарай секірсем бе екен деп ойланып тұрмын бар ғой, енді бар емес пе? Мәссаған, не істесем болады екен достар жалпы орға? Мәссаған, мына жақты шынымен де цунами басып кеткен ба? Мынау деген бір қызық болды ғой. Мәссаған, так, ой, мен деген мынаяқтан құлап кетейін деп жатырмын ғой. Мына жақтың бәрі деген цунами болып жатыр достар. Мен деген бірінші рет көріп тұрмын бұндай жағдайды, бар емес пе? Так, қазір мен деген енді өзімнің корабльіме отырып алайын достар. Осындай қайық сатып алғам ғой, яғни яхта сатып алғам ғой. Енді қазір енді осыны сынап көрейін деп жатырмын. Как раз цунами болып жатыр екен Америкада деген. Енді осы кезде айдамағанда қайда дейін мен деген достар, айтыңдаршы деген. Енді цунами дегенде мен деген осы корабльмен енді мақтануым керек қой достар. Осылайынан айдап қараңдар, бірақ деген мына жақта цунами деген страшный болып жатыр. Ал кетті, олай болса деген цунами де бір айналып келдік достар қаланы деген. Мәссаған, мына жақтың бәрі цунами болып жатыр. Бұндай болады деп ойламаған жоқпын мен деген, бар емес пе негізі? Достар, анан қараңдар, ана жақта деген адамдар қашып бара жатыр. Мәссаған, цунамиден қорқып көліктерін тастап қашып бара жатыр ау деймін достар. Қараңдар, мәссаған. Тоқта, мына жерде деген қандай кеме жүр өзі? Мәссаған. Тоқта, мынау деген кім? Тоқта, түрі таныс болып тұр. Мынау деген мынау деген Месси ғой. Мәссаған, Мессидің кораблі бар ма не? Базар жоқ, Мессидің яхтасы бар екен ғой достар. Мен білген жоқ. Достар, мына Месси деген кеме бар, менде деген кеме жоқ екен. Онда мен деген қазір давайте Мессидің қасына барайын достар. Мен деген қазір опа, кеттік. Мәссаған, Рональдо баспен сүңгіді ғой достар. Мәссаған, керек болса кетті. Шығайық деген достар. Опа, Мессидің корабліне барайық достар. Мінекей достар, мен деген міндім деген. Так, Месси қайықта екен деген. Месси қызық болып тұр маған достар. Месси қайда кетіп қалды деген. Мәссаған, Месси родной, қалайсың, амансың ба? Мен жақта деген кәдімгідей үлкен цунами болып жатыр екен. Енді сенің деген яхтаң бар екен ғой. Мен деген білмеппін. Енді сенің яхтаңмен тұра тұрсам бола ма? Мен деген шамалды деген осы цунами басылғанша сенің яхтаңда болсам деген ғой жалпы. Рональдо смело жүре берсе, енді мен деген осы яхтаны осы цунами үшін сатып алдым. Енді деген шамалы айдауымыз керек біз деген бар ғой. Мәссаған, не істейміз жалпы? Мына цунами деген шашат жіберді ғой. Су деген кәдімгідей шашат жіберді. Абайла, Рональдо, мәссаған. Ойбай достар, мені деген қысып тастады ғой мына цунами деген. Рональдо, қой, онда біз деген кораблімізге барып отырып алайық. Қара ана жақта деген цунами алып баратыр ананы деген. Давай сразу отырып алайық біз деген. Тоқта, кәз достар, күте тұрыңдар. Опа деп отырып аламыз. Все, давай, Рональдо, отыр көлікке деген. Давай, отырып ал. Красавчик. Давай, олай болса біз деген қазір енді біз шамалы қарай, артқа қарай жүрейік. Содан кейін біз деген ауылға қарай барып қайтайық достар. Ауылда не болып жатыр екен, Джонилар не істеп жатыр екен, соған қарай барып, солармен деген сөйлесіп қайтайық достар. Қараңдар, мына цунами деген страшный болып жатыр екен ғой. Мәссаған, кәдімгідей шашат жіберді мына цунами деген. Енді қашан кетеді деген достар, маған сол қызық. Олай болса біз деген тездетіп достар қазір ауылға қарай барайық. Олай болса деген қаланың уже тең жартысын су басып қойған екен. Жартысынан көбін даже су басқан. Енді ауыл жаққа қарай онша көп бармады деп естідік. Енді сол қазір ауыл жаққа қарай барсақ па деп ойланып тұрмыз біз деген. Так достар, мына жақтарға деген су әлі келе қоймапты. Қараңдар, мына жақта деген кәдімгі таудың суы ағып тұр екен. Енді достар қараңдар. Опа деп былай қарай өтіп кетеміз достар. Қараңдар, мына жаққа деген вообще су келмеген екен достар. Қазір біз деген енді ауылға қарай баратын боламыз осы жолдармен, осылайынан корабльмен деген. Содан кейін барып ауылдан Джонни мен Касойды алып кететін боламыз достар қалаға деген. Содан кейін бір супергеройлар бар еді, сол ауылда жүрген, дебют айтып жүрген, соларға да барып кететін боламыз достар. Жоқ достар, мына ауыл жаққа деген кәдімгідей цунами басып кеткен екен достар. Қараңдар, мынау деген ауылдың таулары ғой. Қараңдар, осы жерлердің барлығына цунами басып кеткен. Значит, бұл деген ауылға да жақындап қалды деген сөз ғой достар. Сонда деген олай болса біз деген Джонни мен Касойды сразу деген тездетіп алып кетуіміз керек. Себебі деген бұл цунамиде бұлар достар өліп қалулары мүмкін. Сондықтан біз деген қазір соларды құтқаратын боламыз. Мәссаған, менің мына жақта деген кемем қыстырылып қалды ау деймін достар. Мына жаққа деген опа өтіп кетеміз. Мінекей достар. Мәссаған, мен деген жоғары қарай секіріп кеттім ғой достар.
ал керек болса қараңдар, мына жақтарды енді жайлап су басып жатыр екен достар, цунами басып жатыр екен. Рональдо, әйтеуір деген құлап түспей мақұлман мықтылап ұстап ал деген мына жерде. Мәссаған достар, біз кәдімгідей суда деген ұшып жүрміз ғой мынау яхтамен деген достар. Бұл деген өте керемет екен. Енді мен деген Джонни мен Косойдың үй жағына да келіп қалдым достар. Олар деген қазір мына жақтарда тұрады. Қазір соған қарай баратын боламыз, не болса да деген. Давай, киме, давай, жүр, шамал ғана қалды деген, біз деген жетіп те қалдық міне Косой мен Джоннидің үйіне. Давай, Рональдо түсе қояйық енді деген, біз деген все болды, келдік осы жаққа деген. Осыған негізі біздің өмірімізді осы цунамиден қорғап қалған. Енді бұл жаққа да цунами келеді, так что біз деген дайындалуымыз керек. Мүмкін деген база соғатын шығармыз тауда деген. Сондай бір пландар болып тұр достар. Не болса да барамыз. Так, Джонни қақта екен достар. Джонни, Косой дегендер қай жақта еді достар? Осы жерлерде тұратын еді ғой олар деген. Ей, Джонни, қайдасың бауырым? Ал Джонни Рамно, қалайсың? Амансың ба? Енді біздің төрт көзіміз түгел жиналыпты. Енді біз деген бас қостық енді деген. Чотам не жаңалық болып жатыр? Айтыңдар деген, сендердің ауылдарыңа деген әлі цунами келмепті. Соны байқап сояққа келіптір мен сендерді деген құтқарып алайын деп. Рахмет, Месси бауырым, амансың ба? Өзің деген жақсың ба? Бізде деген бәрі жақсы, сол достарымызбен жүрміз. Мына жақта Косой бар, мына жақта Чао бар, мен бармын деген ауылда жүрміз. Не дейсің? Цунами дейсің ба? Цунами деген біз деген өмірімізде көрмегенбіз ғой. Бұл жаққа деген цунами келмейді де даже бар емес па? Мәссаған цунами деген көрмедім дейсіңдер ма? Базар жоқ. Қалада деген кәдімгідей цунами болып жатыр ғой жігіттер, білесіңдер ме жалпы деген сендер? Косой? Білмейді екен мен деген. Мәссаған цунами болып жатыр дейсің ма? Барып көріп кетейік те онда деген, бізге деген цунамиді көру арман ғой негізі деген бар емес па? Месси артында тұрған яқта сендердікі ма, Рональдо екеуіңдікі ма? Базар жоқ, мынау деген мықты екен ғой, отырып көрсек бола ма біз деген? Смело болады ғой жігіттер, кеттік, жүріңдер. Олай болса деген қалаға қарай барып қайтайық. Біз деген мына жақта деген онша цунами жоқ екен достар, вообще цунами жоқ екен. Бұл жақ деген қызықсыз ғой. Біз деген нағыз цунамидің ортасына барып деген кемемен ары бері қыдырмаймыз ба жігіттер? Давайте олай болса отырыңдар деген. Айтпақшы, қалада кім бар еді? Қалада деген Франклин, Тревор, тағы Майкл дегендер бар еді. Соларды көрмедіңдер ме? Соларды алып кету керек еді деген. Мына корабль үлкен ғой, барлығы сияды енді осы жерге деген. Содан кейін халық, Человек паук, темір адам дегендер бар еді. Олардың бәрі қайда кетіп қалған екен? Маған сол қызық болып тұр бар емес па? Давайте олай болса отырыңдаршы, бір нәрсе қылып деген барамыз енді деген. Давай отыр, Чао. Молодец, Чао деген бірінші кетті, екінші Косой секірді. Молодец. Олай болса дұрыстап отырып алыңдар. Чао, құлап түсесің, сен деген бала бар ғой, тұрысың жаман сенің деген. Ал достар, енді біздер деген қазір деген қалаға қарай баратын боламыз. Содан кейін Тревор, Франклин соларды алып кететін боламыз достар. Мәссаған, мына жақта деген братандар балық аулап жатыр ғой. Достар, мыналар деген таза ат морозықтар екен ғой. Давайте олай болса жігіттер, біз деген жүреміз. Отырсыңдар ма барлықтарың? Тек Рональдо бар екен, Месси бәрі бар достар. Мәссаған, Косойдың отырып алған жерін қараңдар достар. Чао, сен деген қазір жосқа құлайсың деймін саған. Ё-моё бауырым, достар, біз деген қалаға жақындап қалдық, почти бар емес па? Бірақ деген жаңбыр деген страшно жауып кетті енді мына жерде деген. Айта алмадым деген, бірақ бар ғой. Біз деген әдемі келе жатырмыз енді деген. Қараңдар достар, жаңбырда деген кәдімгідей акула сияқты деген суда кезіп жүрміз ғой біз деген кәдімгідей. Мәссаған, мына жақта ешқандай да тірі қалған адамдарды көріп тұрған жоқпыз. Болмаса деген алып кететініміз ғой. Біз деген тірі қалған адамдардың барлығын осы яқтаға салып аламыз. Не дегенмен бәрі сияп достар, осы жерге барамыз ба? Қазір енді біз деген тауда, осы тауда айналып, содан кейін қалаға қарай баратын боламыз достар. Қараңдар, уже мына жақтың бәрін үлкен цунами басып кеткен кезінде мына жақта деген дрифтовать етіп жүретін едік қой. Сендер білетін шығарсыңдар. Давайте достар, егер сендер деген арнаға жаңадан келіп отырған болсаңдар, міндетті түрде астындағы подписаться деген кнопканы басып, арнаға тіркеліп қолда қоямыз достар. Біз деген 15 000 подписчикке шамалы ғана қалды. Біздің оқырмандар саны бойынша давайте соны 15 000 адамға толықтырып подписаться деген кнопканы басып достар. Олай болса біз деген қазір Тревор, Франклин және де басқа да супергеройларды құтқарып алатын боламыз достар. Ал мінекей достар, біздер деген қалаға да жақындап келдік. Қараңдар, мынақтың бәрі су, цунами кәдімгідей достар, цунами болып жатыр. Мәссаған, достар қараңдар, солқын деген кәдімгідей, тіпті деген жолдарда көрінбейді достар, вообще ешнәрсе көрінбейді. Достар қараңдар, ана жақта деген аттракцион бар ғой достар. Аттракционның деген жартысынан көбін су басып қалған екен. Қазір сол жаққа қарай баратын боламыз. Олай болса деген аттракционның үстіне шығып көретін боламыз. Мына жақта деген спасательдер жүр ау дейме достар. Қараңдар, кемеде деген спасательдер жүр, адамдарды құтқарып. Енді біз деген қазір сол аттракционға қарай баратын боламыз. Сол жақта мүмкін адамдар бар шығар деген ой ғой достар. Не болса
да. Мә достар, мына жер деген кәдімгідей жауып қойған ғой деген. Мә достар, қараңдар, аттракцион деген дөй болып тұратын еді, соны деген су кәдімгідей басып тастаған ғой достар. Мә саған бұл жақта енді ешкім жоқ екен, қазір онда сразу қалаға қарай баратын боламыз достар. Сол жақтан Франклин, Тревор, тағы да басқа да достарды құтқарып алатын боламыз. Енді бұл цунами деген достар, егер сендер осындай цунамиде қалып кеткен болсаңдар, не істейтіндер, давайте комментарий жазыңдар достар. Қараңдар, міне саған не деген цунами болып жатыр мына жерде достар. Түсінсем бұйырмасын жалпы деген. Мә қараңдар, судың ішіне кіріп бара жатырмыз ғой достар біздер деген. Мә саған достар, біздер деген мынау үйдің ішінен өтіп кеттік қой. Базар жоқ, базар жоқ. Тök мына мосттардың үстіне кәдімгідей деген секіріп бара жатыр. Енді мына яхта деген мықты екен достар. Қараңдар, мәссаған мынаның үстінен секіріп өтіп кеттік қой біз деген. Ал керек болса достар, біз деген тығылдықта қалдық енді жігіттер. Ал түсейік олай болса біз деген. Мәссаған достар, мына жақ деген кәдімгідей нөсер жауын, содан кейін цунами болып жатыр достар. Қараңдар, мәссаған енді деген біз мына жақтан достар бір көлікті тоқтатып аламыз ба, не істейміз біздер деген. Бізге деген көлік керек қой достар. Міне мына жерде деген әдемі көлік келе жатыр. Бауырым, қазір күте тұр. Тоқта бауырым деген, мен танисың ба? Мен деген Лионель Мессимін ғой. Так бауырым, кешір, сені бір екі талдырып тастау керек болып тұр. Мә саған все болды жігіттер, давайте отырамыз деген. Енді көлікке қарай отырыңдар жігіттер, біз деген қазір деген кететін боламыз өзіміздің үйімізге деген. Мә достар, қараңдар, Рональдо симей қалды мына машинаға деген. Базар жоқ достар, қараңдар, Рональдо симей қалды. Енді Рональдо сен қала тұр осы жерде, біз деген барып қайтамыз деген достарымызға деген. Осы жерде күте тұрасың ба сен деген. Мә достар, Рональдо симей қалды ғой машинаға. Мә саған енді қайтеміз достар. Так олай болса деген достар, біз бетейік, тоқтаңдар. Так олай болса Рональдо сені деген біз мынау неге салып қоятын боламыз, багажникке деген. Жарай ма? Сен енді осы багажникте жата тұр, қазір күте тұр бауырым. Опа, все болды достар, багажникке салып қойдық Рональдоны деген. Так, давайте отырыңдар жігіттер. Олай болса енді Рональдоны багажникке салып қойдық, сендер деген орынға отыра беріңдер. Қазір біз деген енді қайда баратынымыз білмеймін. Не болса да короче цунамиден аман шығып кетуіміз керек. Мынау яхтада деген тығылмайтын жерде тығылып қалды достар. Ал Джонни бауырым, Чао және де Касой, енді біз деген қазір қайда баратынымызды, не істейтінімізді білмеймін. Не болса да бізге деген бір тыныш жер табу керек сияқты. Мына цунамиден енді аман-есен шығып кету керек біз деген. Опа, әдемі ашылды деген достар. Мына жер деген базар жоқ. Давай, газуй, брат. Газуй, мәссаған достар, судың ішінде алып кеттік. Давай, мынаяқтан әдемі деген трасса ашылып келе жатыр. Жоқ. Мә достар, су деген кәдімгідей көлігімізді өшіріп тастамаса болды деген достар, біздің деген көлігіміз жүрмей қалмаса болды. Мынаяқта деген жолдар ашылады екен, өзі кейбір жолдар. Қайда достар, мен деген қайда кетіп қалдым? Мәссаған, ойбай құрсын достар. Кеттік достар, енді газды басамыз до конца деген. Мынаяқта деген цунами бізге келмей жатып, біз деген қашып кетуіміз керек сияқты, бір тыныш жаққа мүмкін тауға ма, сол жаққа қарай кетуіміз керек сияқты бәлкім деген достар. Опа, мына жақтың трассалар деген тап-таза екен, қараңдар достар. Керемет достар.